Әрбір тірі ағза энергия алу үшін тыныс алады. Біз күнделікті өмірде қоректену арқылы, тыныс алу арқылы ағзамызды энергиямен қамтамасыз етіп отырамыз. Біз білетін тыныс алу тек өкпе арқылы емес, клетка деңгейінде де үздіксіз тыныс алу процесі жүреді. Өкпе альвеоласына түскен оттегілер гемоглобиннің көмегімен капиллярлар арқылы жасушаларға жеткізіліп отырады. Жасушалық тыныс алу кезінде ұлпа мен қан тамырдың арасында оттегі және көмірқышқыл газы алмасып отырады. Жасушада жүретін тыныс алудың екі түрі бар. Олар аэробты және анаэробты тыныс алу. Аэробты тыныс алу бұл оттегінің қатысуымен жүретін процесс. Бұл процесс митохондрияда жүзеге асады. Глюкоза толық тотығып, нәтижесінде көп энергия АТФ түзіледі. Аэробты тыныс алу теңдегі глюкоза қосылған оттегі бөлінеді көмірқышқыл газы, H2O және энергия. Анаэробты тыныс алу оттегісіз жүреді. Бұл кезде глюкоза толық тотықпайды. Адам көп жаттығу жасаған кезде бұлшықеттерде сүт қышқылы түзіледі. Бұл қажуға алып келеді, себебі аз энергия түзіледі. Бұл процесс ашытқыда, нан, айран, шарап өндірісінде қолданылады. Ашытқылар мен бір жасушалы саңырауқұлақтарда оттегі болмаған жағдайда глюкоза спирт пен көмірқышқыл газына дейін ыдырайды. Нәтижесінде аз энергия түзіледі. Сіздермен бірге болған Айдын Темірбекова. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.